Екінші шілде күн сейсенбі дарғаны сағат 9-да 22-ге сіздермен мақал-мақал мақалдас ойыны басталды. Ата нөмірімізде мақалдасқа қатысамды 8 жол хат жолдаған жұлдыз қадіреті балалардың балабақшадағы қалдары тақырыптары Баспана ФМ радиосын тыңдап үйге кетіп бара жатыр екен. Жұлдыз, қайырлы таң. Қайырлы таң. Күнде біздің радионы тыңдаймын, бірақ ойынға қатысуға бірінші рет бүгін бел шешіп хат жаздым деп тұрсыз. Неліктен бұған дейін ойынға қатыспаған, неге хат жазбадыңыз? Күнде таңертең жалпы көлікте отырған кезде жиі тыңдаймыз Аспан ФМ-ді, бірақ жазуға мүмкіндік болмапты сол. Бүгін бір рет түсіп жаздым. Жақсы. Бүгін бірінші рет жаздым және хатыңыз 8-ші ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болып отырсыз. Әрқашан сәттілік серік болсын. Сонымен ойынның шартын түсірейін. Қазір бір мақал бастаймын. Ары қарай жалғастыруыңыз керек. Жақсы. Дәл жалғастырсаңыз күшті сыйлығым бар. Бастаймыз ба? Бастайық. Қиын емес деп ойлаймын. Кеттік. Сәттілік сізге. Сонымен жұлдыз мұқият тыңдаңыз. Мақал мынадай. Ақса қой. Жалғасы. Түстен кейін маңырайды, бұны білемін. Әрине. Енді жалғас рет ойынға қатысып тұрғандықтан қатысып келмей-ақ қояйын дедім. Рахмет. Ақсақ қой түстен кейін маңырайды. Енді бұл мақалдың жаңағы ойы терең болғандықтан әрқашан да сәтімен серік болсын әр шаруаңыз. Рахмет үлкен. Енді осы жеңісіңіздің құрметіне мен сізге не сыйлайтынымды білесіз бе? Жоқ, негізінде білмеймін. Сізге Жанар Айжанова ханым шығарып жатқан отандық өнім Жанына шайының 2 қорамын сыйлаймын. Құтты болсын. Рахмет. Рахмет. Күніңіз сәттілікке толы болсын. Қазір енді телефонға қоймаңыз, екіден құлақта сыйлығыңызды қайдан алып келесіз. Махаббат ойыны аяқталды. Махаббат? Екі қабат?